Адамзат ұшақтарға немқұрайлы қарамайды. Біреулері шынымен де әуе жолы арқылы жүруді ұнатса, енді бірі тек қажет болғандықтан ғана қолданылады. Сондай-ақ ұшақтардың ұясындай әуежайлардың да маңызды рөлге ие. Олардың ішінде адам қызығушылығын арттыратын көріктісі де, сапалысы да, қарапайымдылығы да бар. Ал бүгінгі сіздерге ұсынатын видеода 10 топ аса қауіпті әуежайлармен танысасыздар. Юлиана әуежайы. Ұшу-қону жолағы Кариб теңізінің жағасында Махо жағажайына жақын орналасқан нысан әлемдегі ең әсерлі әуежайлардың бірі болып саналады. Себебі мұнда келіп кететін ұшақтар жағажайда демалып жүрген адамдардың үстінен өте жақын ұшып өтеді. Осыны пайдаланған туристер демалып қана қоймай, керемет фотосессия жасай алады. Дегенмен әуежайдан ұшып шығатын ұшақтың қозғалысынан ұратын толқынды соққы денсаулыққа аса зиян. Осыған байланысты билік иелері жағажайға арнайы белгілер орналастырған. Ал жыл сайын бұл белгілерге қарамастан жыл сайын адреналин іздеп келетін туристер саны азаяр емес. Мадейра аралындағы әуежай. Португалиядағы Мадейра аралындағы әуежай салатын қолайлы жер болмағандықтан 90-шы жылдардың соңында ұшақ алаңын қолдан жасаудан басқа амал қалмаған. Содан тау мен мұхиттың ұштасқан жерінен осындай бетоннан құйылған ұшу-қону алаңын салған болатын. Теңіз деңгейінен 50 метр биіктікте орналасқан әуежай тіпті үлкен ұшақтарды да қабылдай алады. Бірақ бұл нысан техникалық талаптарға сай келмегендіктен әлемдегі ең қауіпті әуежайлардың қатарына кіріп отыр. Гибралтар әуежайы. Пиреней түбегіндегі әуежай алаңының көлемі 6,5 шаршы шақырымды құрайды. Оған қоса қасында әскери әуе базасы да салынған. Дегенмен, мұндағы құрғақ кеңістік ұшу-қону жолағына жеткіліксіз болғандықтан, кез келген ақаудың соңы ұшақтың суға құлауына әкеліп соқтырады. Және де бұл жерде Гибралтар шатқалы орналасқан. Сондай-ақ бұл әуежайдың бір ерекшелігі ұшу-қону жолағы Гибралтар автожолының бірін мәжбүрлі түрде қиып өтеді, ал көліктер ұшақтың өтіп кеткенін күтіп тұрады. Осының салдарынан аздаған кептелістер пайда болады. Гибралтар әуежайымен ұшып өтетін ұшақтар саны күнде 6-7 ұшақ санын құрап отыр. Хуанчо Ираускин атындағы әуежай. Саба, Нидерландыға тиесілі тағы бір Кариб теңізінің аралы. Бұл жерде тек өздерінің ең қысқа ұшу-қону жолағымен жабдықталған ерекше әуежай бар. Оның ұзындығы бар болғаны 396 метрді құрайды. Бірақ жолақтың екі шетіне X белгісі қойылғандықтан, мұнда тек көрші аралдардың ұшақтары ғана қона алады. Ұшу-қону жолағы қысқа болғандықтан аса көлемдегі, ірі көлемдегі ұшақтар бұл жерге қона алмайды. Тек кіші көлемдегі ұшақтарға ғана арналған.
Марискал Сукре әуежайы. Эквадор астанасы Китодан 8 шақырым қашықтықта орналасқан. Марискал Сукре әуежайы әлемдегі ең биік таулы орындардың бірі болып саналады. Ол теңіз деңгейінен 2,8 километр биіктікте орналасқан. Әуежай вулкан тауларына жақын орналасқандықтан, бұл әуежайға тек жоғары білікті пилоттар ғана өз ұшақтарын қондыруға рұқсат етілген. Бұл Марискал Сукре әуежайы Эквадордағы ең үлкен әуежай болып саналады. Оның сыйымдылығы жылына 15 миллион адамды құрап отыр. Ансай әуежайы. 1980 жылдары Жапония мегаполисі Осакада бірқатар мәселелер туындап, қаланың ескірген әуежайы жолаушыларға сапалы қызмет көрсетуден қала бастады. Оның үстіне халқы тығыз орналасқан қала аумағынан жаңа әуежай салатын бос жер табу мүмкін болмады. Дегенмен, Осака билігі қиын жағдайдан шығудың ерекше жолын тауып, Хансай атауын алған жаңа әуежай теңізге салынған арнайы арал ретінде салынған болатын. Алайда, алғашқы уақытта бұл әуежайдан ұшатын және қонатын ұшақтар ірілі ұсақты апаттарға жиі ұшырап, алаң аумағы 94 жылы 50 сантиметрге созылғаннан кейін ғана сирей бастады. Қаншама миллиардтар мен уақыт жұмсалған бұл әуежай барлық мүмкіндіктерге ие болғанымен, су бетіндегі алаңшаға қону көптеген адамдар үшін аса және өте қорқынышты болып табылады. Айс Ранвей әуежайы. Айс Ранвей әуежайы Антарктида орналасқан мұзды әуежайдың бірі. Бұл аса қауіпті әуежайлардың бірі болып саналады. Бұл әуежай бір ұшақты қабылдап алу үшін арнайы мамандандырылған бөлім ұшақ қону жолағын тазалап отырады. Өйткені бұл жерде ауа райына байланысты минут-секунд сайын қар ұшақ жолу жолағын жауып тастай отырады. Және де ауа райы жылы маусымдары кезінде үлкен ірі көлемдегі ұшақтар бұл әуежайға қонбайды. Өйткені жылы кезеңдерде мұздардың жарылып кету қаупі бар. Және де әр ұшақ қонған кезде олардың салмақтары есептеп отырады. Өйткені ірі көлемдегі ұшақтар мұзды жарып кету қаупі бар. Сондықтан бұл өте аса қауіпті әуежайдың бірі болып саналады. Куршавель әуежайы. Куршавель әуежайы Францияның Куршавель курортына қызмет көрсететін көпшілік әуежай. Әуежайда өте қысқа ұшу-қону жолағы, ұзындығы 525 метр. Бұл әуежайдың басқа әуежайлардан бір ерекшелігі, ұшу-қону жолағы бір тегіс емес, белгілі бір бұрышпен орналасқан. Сондықтан Куршавельге қонатын ұшқыштар арнайы қосымша даярлық курсынан өтеді. Және де әуежай теңіз деңгейінен биіктігі 2008 метрде орналасқан. Тенсингай Хиллари әуежайы. Бұл әуежай Лукла қаласында орналасқан.
Биіктігі теңіз деңгейінен 3048 метрде биіктікте орналасқан бұл әуежай аса қауіпті әуежайлар қатарына кіріп отыр. Себебі ұшып-қону жолағы ұзындығы және ені жағынан ең қысқа әуежайлардың бірі. Және де тау шатқалында орналасқандықтан бұл әуежай аса қауіпті. Тек бұл әуежайға күндізгі уақытта ғана қону рұқсат етілген. Ал түнгі уақыттарда тау шатқалында орналасқандықтан тұман және де үлкен дауыл әсерінен қону мүмкін болмайды. Бамда әуежайы. Әуежай теңіз деңгейінен 4334 метр биіктікте орналасқан және де Тибет тауларының бойында орналасқандықтан әлемдегі ең үлкен биіктікте орналасқан әуежайлар болып саналады. Және де ұшып-қону жолағы әлем бойынша ең ұзын осы аэропорт болып саналады. Бұның ұзындығы 5500 метр. Ұзындық бұл әуежайға жайдан жай берілмеген. Өйткені тау биіктігінде биік шыңдарында ауаның ыдыраңқылығы болғандықтан ұшақ моторына үлкен күш түседі. Осының нәтижесінде ұшақ бірденнен ұшпайды.